Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Иттің етінен жек көрем. Қазақ ұлтына тіл тигізген өзбекстандық қамауға алынды. Самарқандтық Рашид есімді тиктокшы ұлтараздық қалауыздықты қоздырғаны үшін 15 тәулікке қамалды. Ол әлеуметтік желіде қазақтар туралы жағымсыз пікір айтқан деп хабарлайды Экспресс.ка. Тиктоктағы тікелей эфир кезінде қазақтарды боқтаған Өзбекстан азаматының видеосы әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Онда Рашид есімді жігіт қазақ ұлтына тіл тигізіп, мигранттарға күн көрсетпейді деп айыптайды. Қазақ халқын иттің етінен жек көремін. Оған қапа болмаңдар. Самарқандада қазақтар бар. Оларға ешкім тимейді, ал қазақтар жұмыс істеуге келген өзбек мигранттарын қинайды. Ұрып-соғып көбінің ақшасын бермей қойған. Қазақтар еркек емес дейді Рашид. Оның бұл сөзі қазақ азаматтарының ашуын туғызды. Сондай-ақ жерлестерінің аузынан шыққан сөз үшін өзбек жігіттері де әлеуметтік желі арқылы сабыр танытуға шақырды. Ал өзбекстандық Вести.өз басылымы 24 жастағы Рашидтің 15 тәулікке қамалғанын жазып отыр. Оған ұлтты қорлады деген айып тағылған.